Assalamualaikum құрметті көрермендер. Бүгін универсал жігіттің жұмысын салайын деп жатырмын. Қабырғаны өзі өрген. Ішінде кафелін істеген, леккасын тартқан, ыстық суын жүргізген, мұздай суын жүргізген, ванна қосылған. Крышасын жапқан, кішкентай үлкен үйдің алдына қосқан ванна, кіреберіс. Отоплениесін жүргізген, теплый полын жүргізген, есігін қойған, светін тартқан. Уголок жабыстыру жұмысы. Капельге де, капельдің уғылына да жүрген. Капельдің есіктің жақтауына Тамас кіреуін. Бүгін универсал бір жігітті шығарайын деп жатырмын видеосын. Кафель жабыстырады, су тартады. Крыша басады. Крыша жабады, қабырға өреді. 10 саусағын көрдіңдер ме? 10 саусағына өнер табған жігіт. Балтаңы бар, балдың бәрі сүт жүйейші. Көрінбей қалды екен. Ай, көтеріп келіп тұрсың ба? Ага, давай. Бұл жақта замаскасын жағып қойып, кафельдің арасында тазарту жұмыстары болады. Артық сыртына шағып қойғандарын, кафельге жоқ қойғандарын сүртіп жібереді. Таза болады, арасына су кірмейтін ванна бөлме. Сыртқы үстен кірген жерде есіктің жақтауына кафель жүргізген ыстық су қойып, леккасын ағып кете береді, керіліп. Сол үшін кафель жүргізген есіктің екі бетіне. Ана үстіне потолокқа декор тартқан, мына жерге леккасын тартқан. Өзі электрик, өзі кафельчик, өзі қабырға өреді, өзі мынадай отопление болады радиатор. Мына есік. Есік орнатқан. Ванна бөлме. Үстіңге кеп тұретін бұны да өзі жүргізген. Мына жердің свет апарып қойған. Полный кафель. Потолок. Гальтель жабыстырады, обой жабыстырады. Мынадай 10 этаж установка жасайды. Бір жігіт шақырасыңдар да бәрі жұмыстарыңды бітіріп аласыздар. Борт істеп қойған. Душевой. Смеситель орнатқан. Душтың. Дизайн ойлап тапқан, керемет. Мына жерде уманниктің ыстық су, мұздай су, канализациясы. Оны да жүргізген. Бұл жерде тағы уманниктің ыстық су, мұздай су, уманник орнатады мына жерге. Ар жаққа кіріп маза салмайды, қолын жуып ішке кіре береді адамдар. Мына жақта жұмысы болмаса. Полдың кафелі, қабырғаның кафелі. Инструменттерін гальтель кесетін инструмент. Уголокты келтіретін. Төменгі телефон нөмірін қалдырам. Осы Алматы қаласы. Облыс Қарасайский районында тұрады.
керек болса хабарласып толығырақ сөйлесіп келіссеңіздер болады. Су ағып кететін жері.